Енді бір мезет көп-көбелек жапалақтаған қарға жалғасқан. Дүмбі орман ортасында оқпен отқа кеуде төсеп, мұз жастанып, қар жамылған Батыр Бауыржан дивизиясы жорықтарында жүрмін деп ойлайды. Бұл дәрігердің қолтық тұстан төстің астына дейін кереғарыш жерді қақтылып, өкпені суырып ретке келтірген соң, кесілген орынды мықтап, қайта біріктіріп тіккен кезі еді. Ерғозы қаншалықты талпынғанымен ауыр наркоз әсерінен мұны да байыптай алмағаны түсінікті. Әлден уақытта медбикелердің өзара сықылықтай күліп, ұзын дәліз арқылы керуетті сырғыта итеріп, басқа бір жайға әкеле жатқанын аңғарады. Өлім шегінген секілді. Жара жанға батып, көзінен қызылды жасылды от ыршып, сонау ырғын көбелектің әлі де қалмай ілесіп келе жатқанын түйсінетіндей. Ақыры қызметші қыздар түкпірдегі күңгірт бөлмеге әкеліп тастады да жайына кетті. Реанимация бөлімі еді. Мұншалықты азапқа түсіріп қойған кімдер, сонша неге қинайды? Қимылдайын десе аяқ қолы таңылып керулі жатқанын біле бастаған. Дем жетпейтіндей, булығып, жөткірінгісі келгенде әлдекім көмейіне умаждап, жұдырықтай шүберек тығындап қойған секілденді. Айқайлатпауды көздеген-ау деп долбарлайды. Бір кезде бұлдырлаған көгілдір сағым, торғын тұман ақырындап сейіліп, себездеп таң атқандай әсер туды. Сонау көбелек қатарда жекелеп сиреп тарқағанын аңдайды. Медбикелердің бірі қайта-қайта келіп қарайлап жүр. Алайда осыны не мазалайды, тілегі қандай деп ойлана қоймайды-ау. Үстінен төніп тесіліп қарап біраз тұрады да қайқайып қайта кетеді. Әсілі, қызметші қыздың енді өзіне ота жасаған әлгі хирург келесіп, тағы оралғанында назар аудартқысы келгендей ышқына жұлқынған. Медбике, мына кісі бағанадан бері оянуға ұмтылып жатыр, қызық, деді дәрігерге аңтарыла бұрылып. Сөйтсе, бұл шамасы кешке дейін ұйықтауға тиіс екен ғой. Қыздың таңырқауына қарағанда өз-өзіне әдеттегі мөлшерден 4-5 сағаттай ерте келіп алғандай. Шеш, деді елулердегі дәрігер. Қызметші Бикеш бұғаудан босатып, аузына кигізген кислород маскасын сыпырады. Мұның көмекейге кептеп қойған орамал деп ойлағаны ауа генераторы болып шықты. Көзін ашқан бойда керует тұсындағы биік штатив басында жылтыраған бүйірлі екі құтыны көрді. Осыдан көктамырға жіңішке түтік арқылы дәрі тамшылап тұр. Адам қиын отадан кейін аңқасы кеуіп шөлдейтін көрінеді. Қызға алдымен осы жайын айтты. Қарындасым, бір жұтым су берші. Жоқ аға, болмайды сізге су ішуге. Дегенмен жедел басып шығып кетті де, сүлгіні дымқылдап әкеліп, кеберсіген еріне тигізді. Маңдайға мейір ғана ма, амалсыздан жалына бастайды. Айналайын, осы өлсем өліп кетейін, тек таңдайымды жібітіп өлейінші. Бикеш томаға көзін төңкере, алая қарап бас шайқап, бір шөлмек су берген. Ешкімге көрсетпеңіз. Жақсы. Әжептәуір кең бөлмеде өзінің жалғыз емесін байқайды. Кемінде бұдан да өзге 2-3 адам бар. Қарсы жақ іргеде жатқан біреу сестра деп талмай сарнаған. Осы дауысты мұнда есін білмей келген кезден-ақ ести бастағанын түсінді. Сырқаты шыдатпағандықтан қақсайды әрине, қайтсын. Әлден уақытта үні біртіндеп әлсіреп барып өшеді. Үзілген секілді. Екі медбике тіреуіштен салбыраған тефлон түтіктерді қайшымен қидалап түк болмағандай, мәйітті ортадағы есіктен әрі ыңшынсыз жылжыта салған. Мүрдехана екен. Өмір мен өлімнің арасы қас қағым ғана. Жансақтау бөлімі мен моргты тек жұқа қабырға бөліп тұрғанын енді көріп, бойы түршікті. Әйткенінше қыздар шишаны ашуға үлгертпей, мұның да керуетін түкпірге қарай сырғытады. Орнына бастан аяқ дәкемен ораулы біреуді әкеліп жайғастырды. Үсті қызылала қаннан көрінбейді. Сүт пісірім уақыт өтпей оның да демі таусылды. Бұл байғұсты да дереу мәйітханаға жөнелтеді. Қолындағы ыдысты қосқолдап ұстап, бақырайып жатып қазақтың су ішерлігі бар деген сөзі тілге оралды. Иә, тірі пенде тырбануын жалғастырады екен. Алайда көлденеңінен тілінген кеудесі удай ашып, сыздап, қатты ауыртып, зорғаштап жатқаны да рас еді. Осыны сезгендей, медбике жетіп келіп, лып еткізіп, екпе салып кетті. Тыныштандыратын нәрсе болуы керек. Ерғозы судың жартысына жуығын сүйсіне ішіп, сәл орталанған шөлмекті тығындап, іргесіне жасырды да, жаны жай тауып, маужырай бастаған. Бірер сағаттай шамада
сәбидей балбырап оянса, құлағының тұсынан әлдекім сыбыр-сыбыр етеді. «Дядя, дяденька, я пить хочу». Тура жанында айдай бір ару жатыр. Ақжастыққа жайылған қолаң шашы бұрқырап, үздіге еміне қарайды. Даусының жағымдысын-ай, жан тербейтін сиқырлы әуендей еліктіріп, соңынан мәңгі ілесе бергендейсің. Тұңғиық мұң ұялаған, аялы жанара мөлтілдеп жәутеңдей түседі. Бұл да есін жаңа жия бастағандай. Қатты сөйлеуге дәрмені жоқ. Мына жерге қашан келген? Ұлты орыс па десе, қасы көзі қара қоңыр. Үстіндегі ақжайманың бір шеті салбырап жерге түсіп қалыпты. Өзі кіндікке дейін жалаңаш. Толықсып құшаққа сыйып кететіндей шағын денелі ғана бикеш. Жұмақтың қор қыздары деген осындай ақ шығар. Алғашқыда түсім емес пе деп ошарылған. Одан тез жинақталып, қақпағын апыл-ғұпыл бұрап ашып, шишаны ұсынады. Ақ білегі жарқ етіп шөлмекті алған қыз оймақтай аузына тосып, суды аз-аздан ұрттап, ұзақ ішті. Одан деді, жүзі раушан гүлдей албырап. Кенезен кепкен кезде шөл қандырған қандай жақсы. Жөн сұраса, аты Рута, украин көрінеді. Жасы 21-де. Есімің не мағына береді? Карпат таулары қойнауында өсиетінің қасиетті гүл дейді. Ерғозы оған түнде операция кезінде 1000 миллион көбелек елестегенін айтты. Расында да жағалай қоршап жанымды алып қалған солар мекен. Осыдан кейін бұларды жебеуші періштеге телейтініне шүбәсіз сендім, деді. Міне енді көрдің бе, солардың бірі адамға айналып қасымда қалып қойыпты. Мұны бір жағынан әзіл ретінде айтқан еді. Қыз аңырая қарады. Әуелде сөз мағынасын ұғалмай қалған сияқты. Содан кейін барып мәз болды. Ерғозының өзін тұспалдағанын түсініп, есі шыға шаттанды. Мен ғой сонда ол адам. Я, сол сен екенсің. Сенің кейпіңде кездесіпті. Рас айтасыз ба? Я, рас. Екеуміз мынандай ыңғайсыз жерде кездейсоқ ұшырассақ та жүрегімді жылыттың. Шексіз қуаныштымын. Көзі боталап зарғып ұзақ күткен адамымен жолыққандай, Ерғозының қолын аялай ұстап, кеудесіне қысады. Одан бірталай үнсіз қалып, өзінің мұнда қалай тап болғанын түсіндірді. Сөйтсе әжесі қала орталығындағы мұраға қалдырған 3 бөлмелі үйді құрбы құрдастарына жуыпты. Кеш аяғында масайған 2 жігіт оңашада зорлауға әрекеттенеді. Солармен алысып қашып жүріп, 3-ші қабаттан құлап кеткен. Әйтеуір, аяқ қолы сынғаннан аман, бірақ іш құрылысы қатты зақымданған екен. Айтпақшы, шишаны иемденіп алыппын ғой, деді жәудіреп. Сізде ішсеңізші. Суды шөлмек аузынан кезек-кезек жұтып, өздерінің бір сәт неке суын бөліп татқандай кейіптерін аңдағанда, екеуі де жайраңдай күледі. Ерғозы бір кезде Рутаның құлағындағы титтей ғана жақұт сырғасын ұстап көріп жатып, сонадайдан шаншыла қараған әлдекімнің назарын аңдады. Босағаға сүйеніп, Жәлила тұр екен, жылап тұр. Не ойлағанын кім білсін, қапияда жараланып, мүшкіл халге түскен күйеуін аяды ма, әлде мұны тірі көргеніне қуанды ма? Ауруханаға қатар келіп, түнделетіп таксимен қайтқан Мәдікеннен жағдайды естіген бойда құстай ұшып, жеткен беті сықылды. Осы сәтте бөтен бір қызды сипалап жатқан Ерғозы бұл әрекет үшін мұнша қысыла қоймады. Әйеліне деген өкпесі тарамағанды. Ауруханада бір аптадай жатты. Жәлила үйге жеңіл көлікпен алып қайтқан. 2-3 күн нөсерлете төккен жауын енді ғана тыйылған сәт еді. Айнала төңіректен әлемет ызғар еседі. Мұның да көкейінен әлде бір сыз кетпеді. Көңілдегі әр алуан түйткіл тікенектей ғажап берекені алды. Көз алдында шейіт болған сонау палаталас көршілерін ойлайды. Кейін білсе, бірі өзі қатарлы азамат екен. Шебер радиотехник деді. Бүйрегі істен шығыпты. Жастайынан жабысқан дерт ғұмыр бойы діңкелетіп, ақыры алып тынған. Екіншісі 40-тан асқан жүргізуші, жол апатына ұшырапты. Біреудің ажалы оттан, біреудікі судан деп жатады. Өлім алдында патшаң да, пақырың да теңдес сияқты. Мұндай пышақ жарақатынан көз жұмған әйгілі Юлий Цезардың тағдыры еске түседі. Ал жаратушы Ерғозыны не үшін жазалады екен? Жанын да, тәнін де аяусыз осқылап, осындай жағдайлардан сабақ алсын дейме,
Әлде қияметтің қыл көпірін көрсетіп, тәубеге келтіруді діттей ме? Мүмкін кінәсі көп шығар. Негізі жараланатынын 3-4 сағат бұрын өзі де сезгендей ақ еді. Қалада тұратын жерлес ағалары Жәлиләнің кеткенін білген соң Мәдікен екеуін кешкі асқа шақырған.